Неліктен индекстерге инвестициялау керек? Портфельді белсенді басқару өте дұрыс, бірақ индекске де инвестициялауға болатынын ескеру керек. Индекс дегеніміз не және оның қандай артықшылықтары бар? Бұл жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. 2013 жылы америкалық экономист Юджин Фэма экономика саласы бойынша Нобель сыйлығын алған болатын. Ол жаңа ақпарат, дереу және бағалы қағаздардың нарықтағы бағамдық құнына толық әсер ететінін көрсете алды. Ал бұл дегеніміз қысқа мерзімді перспективада акциялар бағасының өзгеруін болжау қиынға түсетінін көрсетеді. Тиімді нарықтар гипотезасы деп аталатын бұл гипотеза көптеген сынға ұшыраса да халық арасында кеңінен тарады. Ол индекстік инвестициялық қорлардың, дәлірек айтқанда инвестициялық пай қорлары мен ETF-тердің дамуына түрткі болды. Бағалы қағаздарға салынатын инвестициялардың танымалдылығының өсуі аясында ұсынылатын өнімдердің де түрі біртіндеп көбеюде. Индекс өнімдері бұл қаржы құралдарының кең спектрі. Сондай-ақ биржада саудаланатын және тек басқарушы компаниядан немесе биржадан тыс нарықта өз брокері арқылы сатып алуға болатын құралдар деуге болады. Бұл тек қорлар ғана емес, сонымен қатар сенімді басқару стратегиялары мен құрылымдық өнімдер. Индекстерге негізделген құралдарды құру оңай процесс емес. Индекстің әдіснамасын әзірлеу, оны құжаттарға егжей-тегжейлі сипаттау, ішкі мақұлдауды алу қажет. Индекс әртүрлі активтердің баға қозғалысын бақылай алады. S&P 500 көгілдір фишкаларының индекстеріне немесе Мәскеу биржасының индексіне кіретін акцияларды, сондай-ақ мұнайдың әртүрлі сорттарын, экономиканың кез келген секторындағы компаниялардың акцияларын және тіпті туынды қаржы құралдарын бақылай алады. Шетелде мұндай құралдарға үлкен қызығушылық индекске инвестициялаудың бірнеше артықшылығы барын көрсетеді. Атап айтқанда, бұл бір уақытта бірнеше активтерді сатып алу арқылы портфельді әртараптандыру мүмкіндігі. Мысалы, S&P 500 индексіне ақш-тағы 500 ірі компанияның акциялары кіреді. Мұндай индекстің динамикасын бақылайтын ETF-терді сатып алу үнемдеуге мүмкіндік береді. Өйткені егер инвестор осындай портфельді өз бетінше жинағысы келсе, комиссияны S&P 500 индексіне кіретін құралдардың әрқайсысына төлеу қажет. Бірақ ETF-ті сатып алса, оны бір рет төлеуге болады. Қазіргі индекстердің басты артықшылығы актив инвестиция мен пассив инвестицияны біріктіру мүмкіндігі. Мұндай индекстерді екі санатқа бөлуге болады. Кең нарық индекстері және жеке алгоритмдік стратегияға негізделген индекстер. Мысалы, ең танымал S&P 500 индексін қарастырайық. Пандемия басталғалы ол 2 есе өсті. Елестетіп көріңізші, егер сіз оған 2020 жылы кірсеңіз, мысалға инвестицияласаңыз, қазір қанша пайда табуға болар еді. S&P 500 индексіне инвестициялаудың ең қарапайым және танымал тәсілі бұл индекстің құрамындағы өзгерістерді үнемі қадағалап отыратын және компаниялардың акцияларын бірдей пропорцияда сатып алатын биржалық қорларды сатып алуға болады. Биржалық қорлар арқылы салынған инвестициялар инвестордың уақытын үнемдейді. Акциялар портфелі автоматты түрде қайта есептеледі. Айта кетейік, шетелдік биржаларда S&P 500 индексін бақылайтын қорлар бар. S&P 500 индексіндегі ETF мысалдары: S&P 500 Vanguard, SPDR S&P 500, iShares Core S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Қорлардың артықшылығы басқаруға көп шығын кетпейді. Сіз бұл қорларды біздің жусан қосымшадан сатып ала аласыз. Уоррен Баффет былай деген еді: S&P 500 индекс қорын сатып алып жүріңіз. Көптеген инвесторлар S&P 500 индексін ұзақ мерзімді перспективада сатып алу арқылы жеңіске жетіп жатады. Тіпті егер ол Berkshire Hathaway акциялары болса да, орта санаттағы адам акцияларды өз бетінше таңдай алмайды. Алгоритмдерді қолданудың арқасында мұндай индекстер нарықтағы жағдайды көрсетіп қана қоймай, инвесторге нақты экономикалық идеялар мен стратегияларды қолдануға мүмкіндік беріп отыр. Егер нарықта бір нәрсе өзгерсе, олар таңдалған стратегияны іске асыру үшін жаңа жағдайларға бейімделеді. Бірақ тәуекел мен кірістіліктің арақатынасы оңтайлы деңгейде сақталады. Индекстік инвестициялар өзара қорлар сияқты жеке құжаттардың портфель жинауға сенімді емес немесе уақыты жоқ адамдар үшін тамаша шешім болып табылады. Шынында да мұндай құралдарды сатып алу кезінде инвесторға портфель құру және оны басқару мәселелерін шешудің қажеті жоқ болады. Бүгінге осы. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын арқа шолу жасап, инвест идеялар ұсынамыз. Көріскенше.